Бірі керең кісі көршісінің қатты ауырып қалғанын естиді. Науқастың қалын білу сауапты іс қой деп көңіл сұрауға ниет қылады. Бірақ өзінің керең екені есіне түсіп, сәл ойлаңқырап қалады. Сәлем достар, Рухани Storytelling каналына қош келдіңіздер. Видеоны соңына дейін тамашалап, қолдауларыңызды сұраймын. Ауырып жатқан адамның әлсіз дауысын естімей қалуы мүмкін ғой деп ойлайды. Сосын өзінше жаттанды сөздерді айтайын деп шешті. Егер науқастан қалыңыз қалай деп сұрасам, ол міндетті түрде әупірімдеп, жақсырап келемін деп жауап береді. Сол кезде мен Құдайға шүкір деймін. Сосын одан не тамақ ішіп жүрсіз деймін. Не деп жауап берсе де, дұрыс екен, көбірек ішіңіз, тәуір болып кетесіз, шипасын берсін деп айтамын. Сосын сізді кім емдеп жатыр деп сұрағаным дұрыс болар. Кімді атаса да, ол дәрігердің емшілігінің күшті екенін айтып, мақтағаным дұрыс болар деп өзінше пайымдайды. Осылайша дайындалып, көршісінің үйіне беттеді. Көңіл күйіңіз қалай деп сұрады ол, науқас көршісінің үйіне кірген бойда. Жағдай мәз емес, мына кесел мені ана жаққа бірақ алып кеткелі тұрған сияқты, деді науқас әлсіз дауыспен. Керең көршісі басын изеп, Құдайға шүкір деңіз онда, деді. Бұл сөзді естіген науқас ішінен, тек менің ажалымды тілеген адам ғана мұндай жағдайда Құдайға шүкір деп айтады деп ойлады. Ал керең болса, жаттап келген амалы бойынша, нендей тамақ ішіп жүрсіз деп сұрады. Ауырған адам қайбір тамақ ішіп жетістірсін, не ішсем де болды, сіңбей жатыр, деді. Керең алдын ала дайындап қойған сөзін айтып, дұрыс екен, ендеше содан көбірек ішіңіз, әлі-ақ жақсы болып кетесіз, деді. Науқас бұл сөзге жауап беріп те үлгерместен, керең келесі сұрағын қойды. Емшіңіз кім болды, деді ол жаны ашығандай боп. Байқаймын, мені жан алушы періште Әзірейілдің өзі төңірептеп жүрген сияқты. Қазіргі емшім сол, деді науқас жыламсырап. Мұны естімеген керең әңгімесін ары жалғап, ол өзі бастаған ісін аяқтамай қоймайтын танымал дәрігер емес пе? Құдай қаласа, дертіңді сылып алар, деді. Осы сөзді айтты да, бір үлкен іс тындырғандай марқайып шығып кетті. Ал ауру көршісі болса, оған ренжіп, бірталай жыл бірге тұрған құдайы көрші едік. Сонда да болса, ішінде маған сақтап жүрген қанша мазасы бар екен. Мына ауыр халде оған жауап бере алмаспын. Бірақ жазасын Құдай берсін. Біреудің басына түскен қайға қуану адамгершілікке жатпайды, депті. Өмірде біраз нәрсе бітіргендей марқайып жүретіндер көп. Бірақ сол амалымыздың қайсысы қайырлы, қайсысы кесір болғанын бір Құдай өзі біледі. Көп тірлігіміз әлгі кереңнің ісіне ұқсап жүрмесін. Шығыстанушы Өтеген Күмісбаев би деп аударған. Тым тәкаппар болып кеттің саңырау, көршің сырқау бірнеше күн апырау. Мен қайтейін, естімейді құлағым, ауырғанды түсінбеймін шырағым. Не істеймін, амалым жоқ білмеймін, міндетім ой, кіріп шығу бұл менің. Естімеймін, естиярмын саңырау, көршім менің келеді деп жатырау. Еріндердің қимылынан ұғармын, денсаулығың жақсы ма деп сұрармын. Тәуірмін деп айтады ғой ол маған, келесі бір сауалымды қолға алам. Қалағаның тамағынан не деймін мен? Кейде кашы, кейде шербет жеймін мен. Осыны ал, мына тағам пайдалы. Дәрігерден кімдер келіп қайтады? Тәуіптің де айтар сонда есімін, жас адамды мадақтасам несімін. Досым менің жатар күннің азалі. Анау емші сырқатыңнан жазады. Үйде осылай айтар сөзін жаттайды, көршісінің есігінен аттайды. Жақын келіп жымиып хал сұрайды. Досым, қалай денсаулығың шырайлы? Өліп барам, деді дімкез ақырын. Аллау әкбар, деді анау ақырын. Тұла бойы мұздай болды көршінің. Менің нағыз дұшпанымдай өршідің. Еріндерден көз алмайды саңырау, өздігінше түсінеді ол бақырау. Не іштің? Деп сұрап еді. Деді. Көбірекше, пайдалы ғой бұл, деді. Айтшы, деді, тәуіптерің туралы. Кет қинаушы Әзірейіл туралы. Досым, оған қуан, деді кереңде. Сол дәрігер жазар сенің денеңді. Шықты саңырау көңілденіп, ол енді жақсы сөзбен қуат бердім дегенді. Көршім риза болады ғой мәңгілік. Кеттім оны тәуір сөзбен таңқылып. Ауру қалды, келді ғой деп дұшпаным жаныма үйіп,
тозақтың бір қыспағын. Барлығына сеніп кетті саңырау, борышымды өтедім деп апырау. Менің каналыма тіркеліп, қолдауларыңызды сұраймын.